Жақында Астанада бір сұмдық оқиға болды. Барлық бойдақтарға сабақ болсын. Қысқаша ғана баяндап берейін. Біздің әріптестеріміз сондай бір сот отырысына қатысып қайтып айтқан кезде енді кәдімгідей ойланып қалдым, мен шынымды айтсам. Былай болған, WhatsApp'та бойдақтар деген топ бар екен. Сол бойдақтар деген топта Семейдің бір жігіті Астананың бір бойжеткенмен танысады. Екеуі біраз уақыт онлайн сөйлесіп жүреді. Bir күні қыз ақша сұрайды. Ана жігіт ұдайы беріп жүрген екен, 100 мың, 200 мың, 50 мың, 70 мың деген сияқты қаражатты аударып отырған. Ақыры екеуі кездеседі Астанада. Бір-бірін ұнатып қалса керек, енді ұнатып қалдым деп айтады екеуі де. Содан бір күн енді Астанаға келемін деп отырған кезде қыз iPhone сыйлыққа сұрайды. Жігіт iPhone-ын алып береді, екеуі екінші рет кездеседі. Соны үйленетін болып серттеседі ғой енді. Жігіт алып ұшып Семейге барып, жұмысынан шығып қайтып келген кезде қыз таппай қалады. Арыз дейді, беріз дейді, қыз жұмыс істейтін дүкенге барады. Сол дүкеннен күтіп жүріп ана қыз тауып алады ғой, бір сөзбен айтқанда. Тауып алып, жүр чай ішейік, әңгімелесейік деп қойда қойып, жүр деп жүріп алып барады. Екеуміз үйленетін болып едік қой деген кезде, кешір, мен сені ұнатпай қалдым дейді қыз. Жігіт сол жерде ашуланып тап беріп, мынандай бәкінің басымен бір жерден 8 рет пышақ салыпты. 6 жылға сотталып кетті. Енді сот шешім шығарғаннан кейін бұл жақта біреуді айыптап кінәлағаннан аулақпын, қымбатты достар. Айтайын дегенім, айналайын азаматтар, құрметті ер азаматтар, жалпы соқыр есепке сенгенді бақа есептейміз ғой қазақ. Бақа есепке сеніп бір ұлы мұраттарды мақсат етпеңіздерші, өтініш. Аруларға берген, қыздарға берген сыйлықтың сұрауы жоқ, оны барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Одан кейін, құрметті қарындастарым, кім көрінгеннен қайдан білесіз оның қандай адам екен? Шынымен де жаңағындай пышақ салып жатыр. Кім көрінгеннен сыйлық алғанды қойыңыздар. Ақыры осындай қайғылы әттеген ай дейтін оқиғалармен аяқталып жатыр.